Отбасындағы зорлық-зомбылық бұл жұртшылықты алаңдататын өзекті проблема. Қаншама адам жақынының қысымына шыдап, қорлық пен қол көтеруге төзіп келеді. Алайда мұның соңы ауыр зардаптарға әкелетінін ұмытпау қажет. Я ему сказала, иди садик укрой, я уйду. Каждый будет уходи. Даже идти некуда. Қоғам қасіретіне айналған бұл мәселені шешу мақсатында мемлекет басшысы тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жазаны қатаңдатуды тапсырды. Қазір мұндай құқық бұзушылықтар жәбірленушінің арыз шағымсыз тіркеледі. Енді агрессор арыз түссе де, түспесе де жауапқа тартылады. Кейде жәбірленушіні үй агрессорынан құтқарамын деп, қызметкерлер өз өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында мас ер адам үйінде жанжал шығарып, әйелі полиция шақырған. Тәртіп сақшылары оқиға орнына жеткенде агрессор өз үйінің ауласында оларға қарсылық көрсетіп, заңды талаптарға бағынбаған. Қоғамда заң мен тәртіп қатаң сақталу керек. Полиция қызметкері заңға бағынатын адамға құрметпен қаралу керек. Ал тәртіп бұзушылармен заң аясында сөйлесу қажет. Жыл басынан бері билік өкіліне қарсы күш қолданудың 146 фактісі тіркеліп, 109 адам түрлі жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 19-ы бас бостандығынан айырылды. Сот шешімімен құқық қорғау органы қызметкерінің заңды талабына бағынбаған үшін 1699 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 792 құқық бұзушы қамауға алынды. Ішкі істер органдары қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында, яғни сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін өз өмірлерін қауіпке тігіп, аянбай қызмет етеді. Осыған байланысты Ішкі істер министрлігі полиция қызметкерлерінің заң талаптарын орындауды жұмыс барысында кедергі келтірмеуді сұрайды. Бұндай әрекеттерге жол берген жағдайда қылмыстық және әкімшілік жауапкершілік көзделгенін еске саламыз. Жаза ірі айыппұлдан 7 жыл мерзімге дейін бас бостандығынан айыруды көздейді. Сонымен қатар, полиция қызметкерлерінің іс әрекеттерінде заң бұзушылық орын алған болса, азаматтар шағымдануға құқылы.